Көріне ашылу салтанат мәзірін жасаудың қаншалық қажеттілігі болды екен деген сұрақ бір мені мазаламағаны анық. Әлеуметтік жағдайдың төмендігін айтып, қаншалық дабылдатсақ, соншалық даңғазақ әрекетімізде өдеп жатыр. Атаңа нәлет 10 жыл бірге құлынтайдай тепсіп оқыдық. Алғы сөзді сен айт деп күйдіргенін қайтерсің. Шықтым, сөйледім. Сөзімнің аяғында тіріңде қазған көріңе аман есен тездетіп жетіп, жақсылап жайғас деп бата қайырдым. Күйіп кеттім. Аяғымен тұмсығына тірелген алдыңғы орындықтың арқалығын ашуын алғысы келгендей түйіп қалды. Шеке адамның қалтасына өлмек ойымыз жоқ, бірақ бар екен деп байлығын қайда шашарын білмей дарақы өрескелдікке барулары түсініксіз. Әлде ұрпағының абыроймен жерлейтініне деген сенімі жоқ па екен? Көзі тірісінде мазарын көтеру жаңалық емес, тек артында мазарын көтеретін ұрпағы жоқтар солай еткен. Бала күнімде ауылда артында тұяғы жоқ қарияның кемпірі екеуіне арнап 2 адамдық 4 құлақ мазарды қызыл кірпіштен өргенін көргенмін. Кірпішін Шымкенттен әкем алдыртып бергенде бала жүрегімен ұрпақсыз қос қарияға жаным ашыған еді. Мазары қаланған соң жылға жетпей өзі араға жыл салмай кемпірі өмірден қайтып 4 құлақ мазарын мәңгілікке мекендеген болатын. Сол кезде жаназаға жиылған жұрт ниеті түзу екенде, бір-бірінің арасы суытпай жетектесіп кеткені көрмеймісің? Қайтсын, артында іздері жоқ бейбақтар дескен болатын. Байлығы тасқан, мыналардікі қайғылық. Балалар не айтты деп сұрадым. Не айтсын? Әкеміздің сөзі біз үшін заң. Қалады жасадық, бірақ әзірге асықпасын дейді. Әй ақмақтар, Құранды оқымайды ғой. Ермекке ашылған мазарына өзінен бұрын баласыма, басқасыма барып қалса, қайтпек, жаманырым. Бүгінде жиған тергеніңді өкіметке апарып берсең, сен өлген соң көмеуге келісімшарт түзуге болады. Мұнаныкі мұрнынан есек құрт емес, түйе құрт түскендік. Айдың күні аманда тірі тұрып мазарын ашып, салтанат жасау деген масқара. Өздері ресторанда туға кетті. Мен жаназаңа келемін деп кеттім. Осының бәрі тегінде жоқтан, түк көрмеген кедей неме, байған деген осы екен деп көріне қонақ шақырды. Күйінген қария ұхылеп қояды. Шынында, ауылдың жерде мұсылман қауымы іздері жоқ адамды онсыз да ауыл ел болып шабылып жерлейді. Көрші қолаң шет-шілбегін пісіріп, майдың есін шығарады. Мұсылман үшін қалыпты жайт, ал үлкен қалаларда арнайы бөлім бар. Ақшасын төлеп, келісімшарт түзсең жеткілікті. Заманауи қажеттіліктен туындаған жайттың қоғам тарапынан тыс қалып жатқаны сирек. Тіптен болмаса, қалалық әкімшілік өз мойнына алады. Ындыққа қиғанмен өлімге қимайтын қазақпыз. Әншейінде сәлемге сөзді қимағанмен жаназада шет қалмастан барын салатын ұлт ұрпағының пиғылы өзгеріпті. Шымбайға бата деген. Әркім өз білгенімен өмір сүруге құқылы десе де, дәстүрден кеткендердің ұлттық келбеті көлеңкеленіп, ұлт тұғырының тозып кетпесіне кім кепіл? Телефон қайта шар етті. Қария бұл жолы дауысы өзгере жауап берді. Қарағым, қалдар көкең ашума дейіп, саған тілім тиіп кетті ме? Қу жалғыз сен аман бол. Жақсы үйде кездесеміз дей бере терең көрсінді. Бағанағы телефонда қатты айтқанына өкінген сыңайын шыл қабылдады. Таза шуын тырнадан алады болғанды баласы да түсінсе керек. Әкесіне алаңдап қайра телефон шалғанына риза болдық. Сөз барысында қарияның техникумда өмір бойы студенттерге сабақ беріп, ағарту саласынан зейнетке шыққанын, жалғыз ұлы жолын қуып, қаладағы университетте сабақ беретін түсіндік. Айналдырған 20 минутта қоғам айнасынан хабардар болып, әркім өз ойымен арпалыса тарастық. Бәлкім дәстүрді дарақылыққа жібермей, тегеурін беруге жастардың парасаты қажет болар. Сіз қалай ойлайсыз?